Достар, Қытаймен бизнестің 7-ші сабағында Қытай сайттарындағы акциямен сатылып жатқан тауарларды қалай іздеу жөнінде толық айтатын боламын. Яғни міне 16 сегіздің бірінші бетін аштық. Мынаны ашқаннан кейін осының жоғары жағына қарайсыздар, кей кезде мына жерде тұрады, кей кезде мына жақта тұрады. Мына жерде міне секунд жүріп жатады. Міне. Көріңіздер. Осыны ашамыз. Осыны басып ашамыз. Міне ашылды, достар. Енді осы тауарлардың акциямен жүріп жатқанын бірден ашып көрсетейін. Бірақ түсінікті тауарларды көрсетейік. Мына игрушкаларды көрейік, мысалы. Міне мына игрушкаларға бүгін акциясы бітейін деп қалған. Бүгін акциясы бітеді, 6 сағат уақыттан кейін бұның акциясы тоқтайды. Көрдіңіздер ме, достар? Яғни, осы сияқты басқа да тауарларды көреміз. Мына жастықтарды көрейік, достар. Міне жастықтарда әлі 4 күн бар екен. 4 күнге дейін осы акция. Осындай тауарларды ертерек экспертке мынаның астындағы мынаны копировать етіп, экспертке жіберіп, мынаның акциясының бітуіне 4 күн қалыпты. Тезірек осыдан мен заказ беруім керек деп, осыны тезірек үзгіріп заказ беріп қалуларыңыз керек. Яғни 4 күн 16 сағат 15 минут 51 секунд уақыты бар. Осы сияқты тауарлар өте көп, тағы да бірнеше тауарды көрсетейін, достар. Тура осы бетте барлығы акциямен жүріп жатыр. Міне, неше түрлі тауарлар бар, салфеткеге дейін бар. Осының барлығы акциямен болып жатқан тауарлар. Міне, шапкелерде бар. Мына вентиляторды ашып көрейік. Міне, бұл вентиляторде осылай, достар, көріңіздер. Бұнда акциямен болып жатыр, міне. Көріңіздер. Бір штуктан сатылады. Міне, бір штуктан сатылады. 5 күн уақыты бар. 5 күн 16 сағат 14 минут. Осындай тауарларды тезірек үзгіріп, заказ беріп, үзгіріп қалыңыздар, достар. Міне, достар, осы сабақта жақсылап меңгеріп алсаңыз, Қытай сайттарындағы акцияларды жіберіп алмайтын боласыз.